Кейде құрдастарынан қорлық көрген балалар депрессияға түсіп, өз-өзіне қол жұмсауды ойлайды. Бірақ ашу-ызасын басқаларға шығарып, оларды өзінен де қатты бақытсыз еткісі келетіндер де бар. Кейде бұл нәрсе өліммен де аяқталуы мүмкін. Сәлем достар, эфирде сол кездер. Менің есімім Нұрхат. Арнамызға жазылып лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Құрметті көрермен, ютубта көрсетуге болмайтын жаңалықтар мен жаға ұстатар сұмдық контенттерді сол кездер телеграм арнасынан көре аласың. 4 жастағы Дерек Джозеф Робби үнемі күліп жүретін, көңілді бала. Ол бәріне өзінің жақында 5 жасқа толатынын айтып жүретін. Себебі туған күніне бірнеше айлар ғана қалып еді. Анасы Дорин мен әкесі Дейл үлкен ұлын жақсы көрді. Олар онымен бейсбол ойнап, оны велосипедке мінгізіп, балаға көп көңіл бөлетін. 1993 жылдың жазында Деректің ата-анасы оның үйінің жанындағы жазғы лагерге жіберді. 2 тамызда әдеттегідей таңғасын ішіп болған Дорин ас үйде тұрып, кіші ұлын қолына ұстап, Дерекке түскі ас жасап жатты. Бірақ кішкентай Далтон таңнан бері мазасыздана берді. Әдетте анасы мен баласы Дерекпен бірге саябаққа баратын. Бірақ бүгін шаршаған анада бәрі ойдағыдай болмады. Дерек анасын жұбатып лагерге өзі баратынын айтты. Қалай болғанда да саябаққа барар жолда ешқандай қиылыстар болған жоқ. Бар болғаны бірнеше метрден кейін келесі квартал. Анасы ұлына күліп, оның шешімін қолдады. Мен сені жақсы көремін, анашым, деді де өзімен бірге түскі ас қорабын алып үйден шығып кетті. Дәл сол кезде анасы үлкен ұлын енді тірі көрмейтінін білмеуші еді. Сол күні жазғы лагерь бағдарламасы аяқталғанда, Дорин кенже ұлымен бірге Деректі алып кету үшін сонда барды. Онда оған Деректің бүгін келмегені хабарланды. Әйел дереу полиция шақырған. Дорин бұл қорқынышты күнді үнемі есіне алады. Мұң, қатты жел, түсініксіз алаңдаушылық сезімі. Ол өзін баласына айтарлықтай ештеңе болмады деп сендірді. Артынша ол жаман ойларды тастап, өз жұмыстарына оралды. Іздеу басталды. Бірнеше сағаттан кейін, шамамен 16:30-да Деректің денесі тар орман белдеуінен жарты жолда саябақ пен өз үйінің арасынан табылды. Балақай асқан қатыгездікпен өлтірілген, деді жетекші тергеуші Чарльз Вуд. Полицейлер бұл шағын елді мекенде педофилдің пайда болғанына сенімді болды. Сірә ол өтіп бара жатқан жүргінші шығар. Өйткені бұл жерлерде бұрын соңды мұндай ештеңе болмаған. Роббидің отбасында жағдай өте ауыр болды. Қайғыға батқан ата-ана айналасындағылардың барлығынан күдіктенді. Полицейлер алдымен ер адамдардан, көршілерден, дүкен қызметкерлері мен мұғалімдерден жауап алды. Алдағы бірнеше күнде полиция 500-ге жуық адамды жауапқа тартты. 5 тамыз күні таңертең полиция бөлімшесіне ата-анасы мен тағы бір бала келді. Бұл Эрик Смит. Бала 13 жаста. Бойы қысқа, күлімсіреген, бірақ кейде қобалжып кететіні көрініп тұрды. Кейін оның өте маңызды ақпараты болғаны белгілі болды. Эрик дәл осы орман жолымен жүргенін, бірақ Деректі көрмегенін айтты. Сол күні кешке тергеушілер Смиттің үйіне барып, Эрик пен басқа куәгерлердің сөздері арасындағы кейбір келіспеушіліктерді анықтау үшін ата-анасының рұқсатымен Эриктен қайта жауап алды. Содан кейін Эрик велосипедпен жүргенде Деректі көргенін мойындады. Ол бәрін дұрыс сипаттады. Жауап алу кезінде бала біртүрлі мінез танытты. Қолдары дірілдеп, кейде өзін ақтады. Тергеуші Эриктің Деректі ғана емес, басқа да қорқынышты нәрсені көргенін түсінді. Келесі күні 6 тамызда Эрик тергеушілермен қайтадан кездесті. Эрик велосипедпен жүрді, ал тергеушілер оның соңынан жаяу жүрді. Сол күні Эрик оларға жаңа ештеңе айтқан жоқ. Тергеушілер Эриктің туыстарынан сұхбат алуды ұйғарды. Атасы Уилсон Эриктің соңғы күндері өзгергенін, өзіне тұйықталғанын айтты. Және олардың немересі мейірімді бала екен, бірақ соңғы күндері өзгеріп жүргенін ескертті.
Уилсон баланың біреуден қорқатынын және ол сол адамды іздеу керек екенін айтты. Полиция Эрик Смиттің отбасына оқиғаларды қалпына келтіру үшін гипнозға жүгіну мүмкін екенін хабарлады. Ред Уилсон мұны қаламады. Тағы 2 күн өтті. Эрик атасы мен әжесіне қонаққа барды. Уилсон немересімен оңашада сөйлесуді құп көрді. Артқы аулада отырған Эрик Уилсонға «Кешіріңіз, мені кешіріңіз, ол баланы мен өлтірдім» деп мойындады. Ред сол кезде немересі мүлде танымайтынын түсінгенін айтты. Ред Уилсон болған оқиғаға әлі де сене алар емес. Ол үшінші біреудің бар екеніне, немересін мәжбүрлегеніне сенімді. Бірақ Эриктің өзі баланы өлтіргенде өзін жақсы сезінгенін айтты. Шошынған ата-ана ұлдарын билікке тапсырды. Эрик мұны не үшін істегенін білмеймін дейді. Көп ұзамай Дорн де баласын өлтірген адамның кім екенін білді. Ол да бірден сенбеді. Эрик Смит 1980 жылы 22 қаңтарда дүниеге келген және отбасындағы ортаншы бала болған. 13 жасында ол өз жасынан кішкентай көрінді. Отбасылық жағдайы былай болды. Анасы Тэмми ешқашан қатыгездік көрсетпеген, бірақ баласына суық болды. Өгей әкесі Тед дөрекі бірдеңе айтып, оның басынан ұра салатын. Ол ашушаң мінезді екенін мойындады. Эрик бала кезінен ашуызадан зардап шекті. Бір күні анасы оны басын еденге ұрып жатқанда ұстап алды. Сөйлеудің дамуы тежелген. Мектепте қатарластары оны мазақ ететін. Онымен ешкім сөйлескісі келмейтін. Үйге жиі жылап келетін. Өгей әкесі балаға ашуы басылғанша бокс клубын ұруға кеңес берді. Анасы Тэмми жүктілік кезінде эпилепсияға қарсы күшті дәрі қабылдағанын айтты. Эрикке психикалық бұзылыс диагнозы қойылды. Бұл психикалық бұзылыс ашулануды және күтпеген мінез құлықты тудырады. Сот құжаттарына сәйкес, Смит қоғамнан алыстатылған бала. Құлағы төмен, көзілдірігі қалың, шашы қызыл, сепкіл болғандықтан құрбылары оны жиі мазақтайтын. Прокурор Эриктің не істеп жатқанын түсінгеніне сенімді, бірақ ең сорақысы, Эрик баланы ұзақ азаптаған және бұл оған ұнаған. Сот процесінде Эриктің түрінен өкініш пен қорқыныш көрінбеді. Ол ешқандай эмоция білдірмеді және процестің соңында соңғы сұрақ жауапсыз қалды. Эрик Смит ешқашан Деректі не үшін өлтіргенін айтпаған. Бұл көп жылдардан кейін ғана белгілі болды. Екінші тамыз күні таңертең Эрик мінез құлқының нашарлығына байланысты жазғы лагерден қуылды. Эрик ашуланып не істерін білмеді. Ол жаяу жүргіншілер жолымен сол лагерге қарай келе жатқан Деректі көрді. Эрик Дерекке жетіп, орман белдеу арқылы қысқарақ жолды таңдауды ұсынды. Эрик Деректі орманға апарып, жолдан көрінбейтін етіп велосипедін жасырып, балаға шабуыл жасады. Сол кезде ол өзінен әлдеқайда нашар біреудің бар екенін түсінгенді ұнатты. Бұл сезімдерді созу процесі ұзақ болды. Ол Деректі тұншықтырып, өлтіріп, баланың басына үлкен тас лақтырып, шешіндіріп, ағаш бұтағымен қорлаған. Өлім себебі алдыңғы асфиксия мен бастың қатты жарақаты, ал сексуалдық манипуляция қорлау әрекеті. Мұны әдетте жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырағандар жасайды. Ал Эрик оған нашар қарағанын айтты, бірақ ол нақты қалай екенін айтқысы келмеді. Эриктің үлкен әпкесінің дәлелі болды. Ол өгей әкесінен зорлық көргенін айтып, анасы туралы айтты. Деректі өлтіргеннен кейін оның түскі асын дененің айналасына шашып тастады және бірнеше сағат ішінде жәбірленушінің өлгеніне көз жеткізу үшін өлтіру орнына оралған. Ал кейінірек баланың денесін тоғайдағы азырақ көрінетін тас үйінді үстіне ауыстырды. Кісі өлтіру ісі жергілікті газеттердің бірінші беттерінде болды. Негізінен өлтірушінің және жәбірленушінің жастарына байланысты. 2014 жылы шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы сот отырысында Смит өзін үнемі қорлайтын орта мектептегі үлкен балалар, сондай-ақ оның әкесі мен әпкесі қорқытқанын айтты. Ол Робиге ашуын шығарғанын мойындады, бірақ бұл туралы басқаларға айтып қояма деп қорқып, оны өлтірген. Смит таяқ оның өлгеніне көз жеткізу үшін салынғанын қосты. 1994 жылы 16 тамызда Эрик Смит екінші дәрежелі кісі өлтірген үшін кінәлі деп танылды.
кәмелетке толмағандарды өлтіргендер үшін ең аз дегенде 9 жылдан өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Сот Смитті өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Түрмеде отырғанда Смит Робидің отбасынан кешірім сұрау хатын жазды. Ол оны қоғамдық телеарнадан оқыды. Мен өз әрекеттерім Робидің отбасына ауыр қасірет әкелгенін білемін, және осы үшін шынымен өкінемін. Мен Роби енді сезіне алмайтын нәрселер туралы мүмкіндігінше көп ойлауға тырыстым. 16-шы туған күн, Рождество, колледж, үйлену тойы, бірінші баланың туылуы. Егер мен қайтып орала алсам, мен Робимен орын ауыстырып, оған әкелген барлық азапты өзіме алар едім. Бірақ бұл мүмкін емес. Смит мәлімдемесінің соңында қабырғалардың, тікенді сымдардың және болат торлардың өмір бойы онымен бірге жүретін қабылдай алмайтынын айтты. Смит 2002 жылдан бері 8 рет шартты түрде мерзімінен бұрын босатудан бас тартылды. Соңғысы 2018 жылдың сәуірінде. Робидің ата-анасы оның босатылуына қарсы болды. Сол сот отырысында ол босатылған жағдайда баспанаға немесе оңалту орталығына баратынын айтты. Эрик 2022 жылдың 1 ақпанында 27 жыл қамаудан кейін шартты түрде мерзімінен бұрын босап шықты. Балалар үшін бірінші кезекте әрине ата-ана жауапты. Оларға көңіл бөліп, өмірлерінде не болып жатқанынан хабардар болып отырыңыздар. Материалдық қажеттіліктерден бұрын балаға мейірім мен уақыт сыйлаңыздар. Сіздермен болған сол кездер арнамызға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Құрметті көрермен, YouTube'да көрсетуге болмайтын жаңалықтар мен жаға ұстатар сұмдық контенттерді сол кездер Telegram арнасынан көре аласың.